Саламатсызбы балалар. Бүгінгі сіздермен өтетін сабағымыз 146 сабақ. Есептер шығару. Пысықтау. Есептерді санды өрнек және теңдеу құрып әртүрлі тәсілмен шығарып талдайтын боламыз. Бірінші есепке назар салайық. Есепті әртүрлі тәсілмен шығар дейді. Ал шығарып есепте оқиық. Біздің сыныптағы көптеген ұлдар ғарыштық техникаға қызығады. Олар осындай ойыншықтармен ойнағанды ұнатады. Арман мынандай есеп құрастырды. Ойыншық шығаратын фабрика конструкторынан зымыран құрастыру үшін 45.000 көк түсті және 105.000 жасыл түсті бөлшек әзірленді. Барлық өнімдер әр қорапқа 1500 бөлшектен бөлініп салынды. Барлығын салу үшін қанша қорап қажет болды дейді. Суретке де қарасақ белгілі болып тұр, ал мен шығардым, сендер менікімен салыстырып көріңдер. Міне балалар, бұл не шешуі, не жауабы. Қазір жауабының жалғасын көрсетемін. Жауабының не жалғасы, сонда барлығы салу үшін 100 қорап қажет болды. Номер 2-ші есепке көшейік. Бұл жұптық жұмыс. Есепті шығар дейді. Ұшақ 5 сағат ішінде 6 тонна 250 килограмм жанармай жұмсады. Оның 2 багының әрқайсысында 3 тоннадан жанармай қалды. Қалған жанармай қанша сағатқа жетеді дейді. Мен осы есепті шығардым, ал менікімен салыстырып көріңдер. Міне балалар, бұл жерде міне жауабы қалған жанармай 4 сағатта жетеді. Міне 4 сағатқа жетеді, яғни. Номер 3-ші тапсырмаға көшейік, асын қарайық. Бір сүт зауыты күніне 30 тонна, яғни, ал екіншісі 50 тонна сүт өңдейді дейді. Олар екеуі бірге жылына 365 күн, яғни бір жылда 365 күн бар. Сонда олар жылына қанша неше тонна сүт өңдейді дейді. Яғни бір сүт зауыты, яғни бірінші сүт зауыты күніне 30 тонна, ал екінші сүт зауыты 50 тонна сүт өңдейді екен. Ал олардың екеуі бірге жылына неше сүт өңдейді деп тұр бізге сұрақ. Ал шығарып көрейік есепті. Жауабы балалар, міне шешуі, міне жауабы. Яғни бұл жерде біз бір жылда қанша күн бар екен анықтаймыз. 365 күн бар, яғни сосын мына жерде 30-ды бірінші екі зауытты бір-біріне қоссақ 80 болады. Міне 80 енді көбейту, 365-80 көбейтеміз. Қанша болады балалар? 29.200 болады. Мен баған түріндері шығарып сендерге істеп қойдым. Сонда 29.200 тонна сүт өңдейді екен. Келесі номер 4, енді үшінші есептің есебіне көшейік. Әсінде былай делінген. 5 дүкеннің әрқайсысында күніне 250 қаптама сүт пен 350 қаптама сүт қышқылды сусындар әкелінеді. Осы дүкендер күніне барлығы қанша қаптама сүт пен сүт қышқылды сусындар алады? Бір аптада ше дейді. Бұл шартының басы. Енді қазір шарт шешуі жауап жөнінде көрсетем. Қазір мынау шарттың жазып алыңдар. Міне шарттың мынау немесі, кішкене жалғасы, міне аяғы, міне шешуі бізде бірінші 350 мен 250-ді қосып аламыз. Қанша шығады балалар? 6 шығады. Енді 600-ді көбейтеміз 5-ке тең 3000 шығады. Енді осылай 3000-ді көбейтеміз 7-ге тең қанша шығады? 21.000 шығады. Осы дүкендер күніне 21.000 сусындар алады дейді. Дұрыс. Енді келесі 4-ші есепке көшейік. 4-ші есеп теңдеулер құр және оларды шеш дейді. Көрейік. 165 пен 633 сандарының қосындысын бірнеше есе кеміткенде 266 сан шықты. Белгісіз сан нешеге тең дейді. Абала белгісіз сан нешеге тең? Теңдеу түрінде шығардым. Несіне көрсетейін. Міне осы теңдеу түрінде белгісіз сан 3 болып шықты менде. Келесі есебінде белгісіз сан 6582 шықты. Ал Б есебінде 6958 шықты. Ал номер 5-ші есепке назар салайық. Есептің сызбасын сыз және оны шығар дейді. Есепті өздерің оқыңдар. Енді қазір сызбасын сызып есеп шығарып көріңдер. Менікімен тексеріңдер. Менікі міне бұл сызбасы, бірінші осы сызбасы. Сендерге түсінікті деп ойлаймын. Бұл шарты және жауабы шешуі. Келесі белгіленген номер 6 есебін шығарайық. Тура теңдік шығу үшін бос төрткөзде
қандай санды қою керек дейді. Мен қойдым, қайсысында менікімен тексеріңдер. Мен кешінде түсінбей қалдым. Міне біріншісінде осы, міне осы, ал екіншісінде осы. Алтаушы соны мына жерде бір қатардағы міне тұр балалар. Бір қатардағы осылар. Шыдасыр балалар, бұл екінші қатардағы. Міне. Мынау үшеуі, міне мынау үшеуі. Балалар осы жазып алыңдар. Келесі есепке көшейік. Келесі 7-нің А есебі есеп шығар дейді. Әлияның анасы жеңілдіктер жасалғанға дейін 300 сұйық май, 3 килограмм ірімшік, 3 қалта ұн сатып алды дейді. Ал жеңілдіктер басталған кезде әжесі осы азық-түлікті арзандатылған бағамен сатып алды. Әлияның әжесі қанша теңге үнемдеген анықта. Бұл жерде балалар, Әлияның әжесі, оп-оңай жауабын немесіне қайтып салайын. Әлияның әжесі 1838 теңге үнемдеді. Есептесіңдер, оп-оңай бұл. Келісетінің Ә есебі тапсырманы орында дейді. Жақын жердегі дүкеннен азық-түлік бағасын біл. 3 заттан тұратын азық-түлік жинағын құрастырып, өз есебіңді ойластыр дейді. Өз есебінде жауабы сендер өзіндік жұмыс, яғни бұл менде өзім есеп құрастырғанның жауабы барлығы 2040 теңге жұмсалған. Балалар көп тұрғанда мен өзімнің жауабын айттым. Өздерінің қандай есеп құрастырғанымды қарап көріңдер. Келесі есепке көшейік. Келесі номер 8 есеп. Математика күнделікті өмірде сұрақтарға жауап береді. Автокөлік А пунктінен Б пунктіне қарай 60 км/сағат жылдамдықпен жүрді. Ол 3 сағат жүргеннен кейін тоқтап 1 сағат аялдады. Тоқтаған жерінен Б пунктіне дейін 120 км қалды дейді. А есебі сұрақтарға жауап берейік. Енді А мен Б пункттерінің арақашықтығы қандай дейді. Бұл әсінде егер жылдамдығы өзгермейтін болса, А пунктінен Б пунктіне дейін қанша уақыт жүреді дейді. Б. Егер автокөлік жолда аялдамаған болса, онда А пунктінен Б пунктіне дейін қанша уақыт жүреді дейді. Ал қараймыз, балалар қазіргісіне жауап айтамын. Міне астында А мен Б пункттерінің арақашықтықтары 300 км. Әсінде 6 сағат жүреді, бісінде тоқтаусыз 5 сағат жүреді. Міне, осы жауаптары. Мен сразу жауаптарын жасалым, сендер егер де менің жауаптарыма қарай өздерінің шешуін ойластырып, шартын ойластырып істеулеріңе болады. Келесі үй жұмысы, яғни есеп шығар дейді, орындайған. Балалар, бұл жерде опера театры, яғни 793 орын көрсетеді. 300 немеден қойылымнан әрбіреуі. Бейбітшілік не балалар? Бейбітшілік не? Қысқаша жазды мұны К.С. деп. Сосын ол жерде 1500 орын. Келесі қаншаға артық екеуі? Қайсысынан артық деп тұрған? Бірінші 793-ті көбейтеміз 3-ке тең 2379 болады. Енді 1500 көбейтеміз 3-ке тең 4500 болады. Келесі 4500 азайту, осы санды азайтамыз. 2379-ді тең 2121 шығады. Сонда 2121 карелмен артық көре алады дейді. Дұрыс я балалар жауабы? Бұл жерде 2121-ге артық. Балалар, енді видео ұнаса, мені оймен бөлісіп видеоларға лайк басып кетіңдер. Келесі сабақта 100-кенше. Келесі сабақ 147 сабақ. Оны түсіндіре кетемін. Және де қазақ тілінен де күтіңдер. Ендеше сау болыңдар.